Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Келесі кезекте біз таныстыратын ойыншық ол ауыл жануарлары. Егер балаңыз жануарларды ажырата алмайтын болса, даусына қарап тани алмайтын болса, онда бұл ойыншық сіздің балаңызға арналады. Жақсы, ендігі кезекте оның сыртқы упаковкасынан бастайық. Қарап отырсаңыздар, өте сапалы жасалған, шрифтары да, барлығы да сауатты жазылған, сыртында керемет қорапшамен қапталған болады. Мінекей ішкі көрінісін көрейік, балаларға қалай упаковка болатынын. Мінекей өздеріңіз қарап отырғандарыңыздай, сырты өте керемет қапталған. Мінекей ашып қарасаңыздар, балаларға өте керемет қызықтыратындай етіп жасалған. Мен сіздерге ашып барлығын мына жерде көрсетейін. Бұл да батарейкамен жұмыс жасайды, 3 орташа батарейка салынады. Одан кейін сыртқы көрінісін көрсеңіздер, сырты да керемет жасалған, өте сапалы, жануарлар анық көрілген, суреттерде балаларға қызығатындай етіп жасалған. Енді бұл жерде басты артықшылығы неде десеңіздер, балаларға жануарлардың атауларымен, олардың пайдаларымен және де дауыстарын ажырата алуға мүмкіндік береді. Одан кейін оларға тек қана айтып қана қоймай, тапсырмалар да берілетін болады. Яғни суретін тап, дауысын тап деген сияқты. Бұл балалардың есту қабілетін және де есте сақтау қабілетін жақсартатын болады. Жануарларды көре салып, яғни бұл қандай жануарлар деп сұрақ қояды ғой сізге. Мінекей осы жерден жауабын тапсаңыздар болады. Мысық не істейді? Мысалға жылқы қандай пайда береді деп, балалар қазіргі жастар өте ақылды, сұрақтары да өте көп. Осы жерден сіздер жауабын таба аласыздар. Қанекей бірге қосып көрейік. Сәлем, ауыл жануарларымен танысайық. Қалаған батырманы баса ғой. Одан кейін дауысын шығаратын және де басатын батырмалары да бар. Егер дауысы естілмей жататын болса, онда дауысын шығарамыз. Мінекей, енді біз өзімізге ұнаған кез келген жануарды басып көрейік. Жылқы, түйе, мысық, қоян, тауық, күрке тауық, ит, қой. Мінекей, осылай барлық жануарлардың үстін бассаңыздар, олардың атауларын айтып береді. Енді атауларымен қоса олардың пайдасын да білуге болады. Осы жерде пайдасы деген батырманы басамыз. Жануарлардың пайдасын үйренейік. Кез келген жануарды басып, тыңда. Содан кейін қайтала. Сиырды білейік, сиыр не береді екен? Бұл жануар бізге мол сүт және дәмді ет береді. Келесі мысық не істейді Бұл жануар екен? тышқандарды аулап, біздің көңілімізді көтереді. Келесі? Бұл құс суда тіршілік етеді және бізге жұмыртқа мен ет береді. Бұл жәндік бал жасайды және гүлдердің тозаңдануына көмектеседі. Көріп отырғандарыңыздай, тек қана жануарлардың атын атап қоймай, олардың пайдасын айтады. Әрбір жануар бізге несімен пайдалы, не бере алатынын осы жерден таба аламыз. Одан кейін балалардың көбісі дауыстарын ажырата алмайды. Мысалға, сиырдың дауысын естіп, жылқы деуі мүмкін. Мысалға, түйенің дауысын естіп, бұл қой деуі мүмкін. Ал оны балалар жас кезінен ажырата білу үшін осы ойыншық таптырмас құрал болады. Енді біз дауысын естіп көрейік. Жануарлардың дауысын тыңдап көрейік. Кез келген жануарды басып, тыңда. Содан кейін қайтала. Маған қызық, қоян қандай дауыс шығарады екен? Бұл жануар әдетте үнсіз, бірақ төтенше жағдайларда бұлай айқайлайды. Өте керемет. Тек қана балаларға емес, менің өзім өте қызық болып жатыр. Мысалға, күрке тауық қандай дауыс шығарады Бұл екен? жануар күлкілдейді. Енді бізде лақтар. Бұл жануар маңырайды, мекіренеді. Керемет. Енді біз түйенің дауысын естейікші. Бұл жануар боздайды. Мінекей, балаларға осылай дауыстарында естітуге болады. Яғни, осылай жас кезінен бастап дауыстарды ажырата алатын болады. Келесіде
бағанағы жаным сол әліппедегідей бұл жерде балаларға да практика жүзінде қайталауға тапсырмалар берілген. Осы жерден мысалға даусынан ажыратып көрейік. Қай жануарлардың даусын біз білеміз және де ажырата алады екенбіз. Қанеки, жануардың даусын тыңдап, суретін тауып ойнайық. Келесі жануарды тапшы. Бұл жануар күркілдейді. Бұл жануар бізде күрке тауық. Жарайсың. Келесі жануарды тапшы. Бұл жануар ызылдайды. Дұрыс. Бұл ара. Келесі жануарды тапшы. Келесінен енді пайдасынан тауып көрейік. Қандай жануар, қандай пайда беретіні? Жануардың пайдасын тыңдап, суретін тауып ойнайық. Келесі жануарды тапшы. Бұл жануар ауыр заттарды көтереді және адамдарға көлік болады. Бұл жерде түйе мен жылқы. Түйені көрейік. Жоқ, бұл емес. Мұқият қарап көрші. Келесі жануарды тапшы. Бұл жануар ауыр заттарды көтереді және адамдарға көлік болады. Бұл қате. Қайтадан іздеп көр. Келесі жануарды тапшы. Бұл жануар ауыр заттарды көтереді және адамдарға көлік болады. Бұл жануар бізде есек. Керемет. Келесі жануарды тапшы. Бұл жануар бізді өзіне мінгізіп жүреді. Жұмыста көмектеседі және қымыз бен ет береді. Әрине, жылқы. Жарайсың. Суретінен тауып көрейік. Қанеки, жануардың атын тыңдап, суретін тауып ойнайық. Келесі жануарды тапшы. Әтеш. Дұрыс. Келесі жануарды тапшы. Тауық. Мінекей. Керемет. Келесі жануарды тапшы. Осылай өсіріп қоямыз. Көріскенше. Сау бол. Жалпы көргендеріңіздей ауыл жануарлары кітапшасының пайдасы өте керемет. Басты ерекшелігі жануарлардың даусын салып береді, олардың пайдасын айтады, атауларын айтады, тіпті суреттерінің өзі анық, балалар қызығатындай бірден көре салып ойнауға асығады. Және де бұл ойыншықты, яғни кітапшаны іліп қоюға да болады, осылай үстелдің үстіне де ойнауға болады. Және де ең басты басқа әліппелерден, басқа кітапшалардан айырмашылығы тапсырмалардың берілуі. Бұл жаңадан өсіп келе жатқан балаларға өте керек дүние. Жалпы ауыл жануарларының сипаттамасы осылай.